Егер де адамда түсінік болмайтын болса, кез келген нәрседе түсінік болмайтын болса, ол адам ол нәрсені білмейді. Мысалы, қазіргі таңда ең қымбат нәрсе ол қуат. Қуатты болу. Яғни, егер сізде қуат туралы түсінік қалыптаспаған болатын болса, онда сіздің бойыңызда қуат болуы екіталай. Ол үшін қуаттың қалай жұмыс жасайтынын, неден пайда болатынын білу керек. Мысалға, тас күші бар зат. Күш бар таста. Бірақ таста қуат бар ма деген кезде, егер ол бір орында тұратын тас болатын болса, ода ешқандай қуат болмайды. Бірақ егер оны қозғатып лақтыратын болсаңыздар, оның бойында қуат пайда болады. Тиген жерін оңдыртпайды. Дәл солай қуат деген түсінікті өзіңіз қалыптастыратын болсаңыз, өзіңізге сіздің бойыңызда қуат болады. Адамдардың көпшілігі қимылдағысы келмейді. Сөйтіп, қуатты болғысы келеді. Мүмкін емес. Егер де қуат түсінігін қалыптастырғыңыз келетін болса, комментарияға қуат деп жаза кетіңіз. Егер сізде қуат туралы түсінік қалыптаспаған болатын болса, онда сіздің бойыңызда қуат болуы екіталай. Ол үшін қуаттың қалай жұмыс жасайтынын, неден пайда болатынын білу керек. Мысалға, тас күші бар зат. Күш бар таста. Бірақ таста қуат бар ма деген кезде, егер ол бір орында тұратын тас болатын болса, ода ешқандай қуат болмайды. Бірақ егер оны қозғатып лақтыратын болсаңыздар, оның бойында қуат пайда болады. Тиген жерін оңдыртпайды. Дәл солай қуат деген түсінікті өзіңіз қалыптастыратын болсаңыз, өзіңізге сіздің бойыңызда қуат болады. Адамдардың көпшілігі қимылдағысы келмейді. Сөйтіп, қуатты болғысы келеді. Мүмкін емес.